Саламатсыздар ма? Бүгін осындай VIP микронаушникке обзор, ең жақсы варианттардың бірі. Бұл құрылғы обязательно мойынға тағылып, осы жерден қосылады. Қосылатын кезде осындай жанатын болады көкпен. Ары қарай Bluetooth'ды қосып, қосылу керек. Қосылатын кезде мынандай микрогаджет деген аты шығатын болады. Сосын мына жерде сол жақта дауысын азайту қосу кнопкасы. Бұны телефонмен де істеуге болады, Bluetooth қосылғаннан кейін. Сосын мына жерде осындай кнопкасы болады. Бұл кнопка функция обратного звонка дейді. Ең соңға сізге кім адам звондады, соған сіз қайттан звондасаңыз болады, 2 рет басқан кезде. Бұл не үшін керек? Көбінесе егер сіз кірген помещенияда сеть ұстамай қалып, немесе ар жақтағы адам абайсызда өз телефоныңызды өшіріп жіберсе, онда сіз телефоныңызды шығармай 2 рет басып адамға звондасаңыз болады. Немесе егер ол сізге звондаватса, мына кнопканы басып звонокты қабылдасаңыз болады. Бұл кеуденің ортасында болады, өте жеңіл істеуге болады бұндай нәрсені. Бұл полный заряды 5-6 сағатқа жетеді. Қалай зарядтау керек? Мына жерде өзінің несі болады, осындай ашылатын жері, осы жерде Type-C зарядкасы болады. Сосын тағы не? Микронаушниктің өзі. Бұл жерде өте қатты магнит. Қорықпай ала берсеңіздер болады, ол түсіп қалмайды. Біреусін ажыратып, мына жеріне салу керек болады. Құлаққа тығасыздар, құлаққа мына жеріне дейін тығуға болады, без проблем, ешқандай қорықпай. Сосын құлаққа кіргізген кезде сілкіп жіберу керек. Жай бұлай қоя салмай емес, сілку керек, қай жерге тығып атқаныңызды. Сосын сілкіген кезде бұл микронаушник барабанный перепонканың қасында болу керек. Іш жағына кіріп кетпейді, ешқандай қатты ауырмайды, бірақ сезіледі. Бұл микронаушник барабанный перепонкаға тиген кезде сезіледі. Сосын екіншісін тура солай ажыратып, құлаққа кіргізесіздер, сілкіп жіберіп, бірақ бірінші микронаушник тыққан жерге на всякий случай қолмен жапқаныңыз жөн, ұшып кетпес үшін. Бұны дұрыс кигіздім ба, кигізбедім ба, қалай тексеруге болады? Егер, например, сіз ана сезбейтін болсаңыз, бірнеше рет істедіңіз, бірақ сезбей отырсаңыз, онда бұл магнит жағын құлаққа тығу керек. Егер ол сразу өзінің дауысы болады, магнитна шарикті тартып алған өзінің дауысы болады, естисіз оны сіз. Егер ол сразу тататын болса, значит ол сырт жағында немесе құлақтың ортасында болған, барабанный перепонканың қасында болмаған. Сізге олар екеуі де сол жақта болу керек, өзіңіз әдемі есту үшін дауысты. Мына егер палочканың ортасына дейін кіргізіп, сол кезде дауыс шығатын болса, значит сіз дұрыс істедіңіз деген сөз. Екі құлағыңызды солай тексеріп, көзіңіз жеткізіп, уже қолды үйрету керек. Егер бірінші рет қолдан алсаңыздар, экзаменнен бір күн бұрын қолды үйретіп істегендеріңіз жөн. В целом осы зарядкасы 5-6 сағатқа жетеді. Керегі уже қолданып болғаннан кейін мына жерден өшіру керек болады. Егер тағы да басқа сұрақтарыңыз болатын болса, осы микронаушникпен немесе басқа түрлерімен қызығатын болсаңыздар, онда WhatsApp-қа жазсаңыздар болады. Нөмір 8777 588 77 79.